На площадку комплекса приглашаются участники нынешнего матча команда «Атырау», команда «Жемчужина». Клуба «Жемчужина». В воротах номер 27
Седьмой Диаго. Номер второй Гаурин и под номером 27, я уже говорю, далее Құрметті көрермен, футзалдан Қазақстан чемпионатының 18-ші турын назарларыңызға ұсынамыз. Жетісу және Атырау командалары бүгінгі Алматыдағы Нұр Аман спорт кешенінде кездесу өткізеді. Кеше 17-ші турда екі командалары тура осы уақытта жолыққан болатын және 5-1 есебімен Атырау Жетісуда тас-талқан ұтқан еді. Бүгін енді Жетісу командасы көк жүлдеге шыққан, кеше ақ жүлдеде өнер көрсеткен болатын. Ал Атырау командасы бүгін ақ жүлдеде өнер көрсетеді. Кездесудегі бас төрешісі бүгін Айдын Көбекұлов, екінші рефери Еркебұлан Жақсылықов, үшінші төреші Павел Валяев. Матчтың тайм-кипері Эйнадин Ыдырысов және комиссары Константин Фрейденталь. Жетісудың алғашқы бестігін таныстырайық. Қақпада нөмірі 27 Феликс Индио, 7-ші Нұрғанат Бақтияров, 18-ші Жомарт Тоқаев, 20-ші Төрехан Досов, 87-ші Финео. Команда бас бапкері Биро Жаде. Бүгін командаға қайтып оралды. Бразилиялық маман бүгін реванш алуға тырысады Жетісу командасы кешегі ойын үшін. Ал Атырау командасына келетін болсақ, қақпада нөмірі 22 Антон Селезнев, 6-шы Денисбек Амандоғылы, 9-шы Рамазан Бейсенбайұлы, 11-ші Наурызбек Амандықов, 29-шы Олег Кручинин. Жақсылық Байсариев Атырау командасының бас бапкері. Ал матчтың комментаторы Нұрасыл Ғамзатұлы. Кешегі ойынмен салыстырғанда Жетісу бапкері алғашқы бестікке 2 өзгеріс енгізген екен. Қақпада бүгін Феликс Индио, 27-ші нөмірлі, кеше Дәурен Қайратұлы тұрған болатын. Ал Алекс Тейшейраның орнына 87-ші нөмірлі Финео шығып отыр. Атырау командасының алғашқы бестігінде мүлдем өзгеріс жоқ. Кешегі ойнаған 5 футзалшы бүгінде алғашқы минуттардан шығып отқан жайы бар. Қосалқы құрамда
кімдер бар деген сұраққа тоқталатын болсақ, Жетісу командасында бүгін капитандық міндетті Дастан Мырзахметов атқарады. Болат Сарбасов бүгінгі матчқа қатысатын ойыншылар тізімінде жоқ. Екінші нөмірлі Дәурен Қайратұлы, қақпашы 6-шы Мәден Маратұлы, 9-шы Әлімжан Сейтнұр, 11-ші Мадияр Тұрғанбай, 14-ші Бексұлтан Тілеухан, 15-ші Алекс Тейшева, 55-ші Евгений Кошкин. Атырау командасында команда капитаны Талап Есенязов, 10-шы 7-ші Қайыржан Қаршыбаев, 17-ші Сауран Сарытжанов, 24-ші Талғат Өтепбергенов, 33-ші Джоната Сильва, 77-ші Нұрәлі Келбатыров, 97-ші Габриэль. Кішігірім техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймыз. Қадірменді көрермен, бұл футзалдан Қазақстан чемпионаты. Және біз эфирімізге қайтып оралдық. Жетісу және Атырау арасындағы кездесу. Және қонақ команда қазір айыптобын орындамақ. Қақпаға бағытталған соққа. Және тура Индиоға келді доп. Бүгін қақпаны күзететін бразилиялық қақпашы. Кешегі ойынға тоқтала кетсек, Жетісу командасының ойыншысы Нұрғанат Бақтияров 10-шы минутта өз қақпасына автогол соғып алды. 15-ші минутта Сауран Сағытжанов дабл пенальтиден есепті еселеді. 19-ші минутта, яғни қазір қақпаға бағытталған соққа. Бұл жерде Жетісудың голкипері өз бағын сынап көрді. Әйтсе ресейлік қақпашы Антон Селезнев қайтарып тастады бұл допты. Мінекей осы бір сәтті қайталап ұсынуда. Бірінші таймдағы соңғы голды Рамазан Бейсенбайұлы соқты. 19-ші минутта бірінші тайм 3-0 есебімен аяқталды. Ал екінші таймда Габриэль, Атыраудың бразилиялық легионері, 25-ші минутта есепті еселеді. Араға 7 минут салып тағы да гол соқты. Сөйтіп дубль авторы атанды. Араға 2 минут салып Габриэль өз қақпасына гол соғып алған еді. Қарсылас қақпасына 2 гол, өз қақпасына 1 доп енгізді. Кешегі матчта Габриэль жалпы кешегі ойында 2 автогол тіркелді. Сарғағыз алған футболшыларға келетін болсақ, 22-ші минутта Рамазан Бейсенбайұлы Атырау сапында жазаланды. Дәл осы мұнайшылар сапында екінші сарғағызды Алисон 35-ші минутта алды. Биылғы маусымда Жетісу командасы 17 матчтың 8-інде жеңіске жеткен. 3 рет тең ойнаған, 6 рет жеңілді. Ал Атырау болса 16 ойынның 7-інде, 15 ойынның 7-інде жеңіске жетті. 3-інде тең түсіп, 5 матчта қарсыласқа жол берді. Турнирлік кестеде екі команда қазір қатар орналасқан. Жетісу 27 ұпаймен 3-ші орында, ал Атыраудың еншісінде дәл қазір 24 ұпай жинаған Аят Атыраумен бірдей тұр. Бірақ бұл жерде Атырау Аятқа қарағанда аз гол жібергендіктен қазір кестеде төмен орналасқан. Көш басында Қайрат 36, екінші орында Семей 33, үздік үштікті түйіндеп тұрған дәл осы Жетісу командасы. Қазір Атыраудың шабуылы, Сильваның пасы. Сауран оң қапталымен шабуылдап көрген.
және доп қақпашыға келді. Дәл осы матчпен қатар тағы да бір кездесу басталды. 18-ші турда Бәйтерек және Аят командалары 3 ұпай сарапқа салуда, ал Астана уақытымен 17:00-де Ордабасы Семей және Астана Қайрат матчтары басталады. Бүгінгі күннің соңғы кездесу 19:00-де Каспий Тұлпар арасында өтпек. Қазір стандарт орындайтын тағы да Атырау кешегі ойындағы доминациясын әрі қарай жалғастыруда бүгін мұнайшылар. Сонымен қақпаға бірден соққы жасады. Бұл жерде бүгін Жетісу командасының капитаны Дастан Мырзахметовке тиіп бұрыштамаға кетті. Ал соққыны бағыттаған Атыраудың капитаны Талап Есенязов. Индио допты тосып алды Жетісудың қақпашысы, және бұл жерде топ сыртқа шығып кеткен екен. Жетісу командасы міне алғашқы 7 минуттың ішінде 7 фол алып үлгерген. 3 фол алып үлгерген, ал Атырау болса біреу. Жоната Сильва. Сильваның пасы өтпеді, Дастан Мырзахметов. Қазақстанның футзал қауымдасы футзалдан Қазақстан чемпионатының титулдық демеушісі Олимпет компаниясына алғысын білдіреді. Кешегі өткен матчтардың нәтижесіне тоқталып өтейік. Кеше 17-ші турдың ойындары өткен болатын, және Жетісу Атырау матчы 5-1 есебімен Атыраудың пайдасына аяқталды. Бәйтерек Аят ойыны 5-5 тең аяқталды. Астана Қайрат 2-4, Ордабасы Семей 2-6, Каспий Тұлпар 2-2. 3 кездесудің екеуі тең есеппен аяқталды. Екеуінде және 3 ойында да қонақтар жеңіске жетті. Осындай да қызық ақпарат бар. Кешегі 17-ші турда алаң иелері мүлдем жеңіске жетпеген. Тамаша шабуылдың шеті шығып келе жатқандай. Сильва. Ереже бұзылды. Төреші ойынды тоқтатты.
Бұл жерде қақпашыға қарсы фол. Енді Жетісу жаңа шабуылды бастап кете берсе болады. Бақтияров, Алекс Тейшера, Жомарт Тоқаев, артқа пас берді. Индия. Жетісудың қақпашысы қарсыластың жарталарына өтті. Индия соққы! Одан кейін талас жүргізді. Артынша ережені де бұзған екен. 27 нөмірлі голкипер. Ал одан бұрын тәп-тәуір соққы бағыттады. Өзінің әріптесі қарсыласы Антон Селезнев қорғаған қақпаға қарай. Аманды қолы. Селезнев тереңнен асалған пас. Төрехан Досов қайтарып тастады. Төрехан Досов осы Жетісудың үздік бомбардирі биылғы маусымда 17 ойында 11 гол соққан. Финео 16 ойында 8 гол соққан Жетісу сапында. Және Нұрғанат Бақтияров 17 матчта 9 мәрте қарсылас қақпасына гол соғып көзге түскен. Ал Атырау командасының үздік сұрмергені ол әрине Габриэль. 13 матчта 10 рет қарсылас қақпасынан саңылау тапқан. Қонақтар алаң иелері шабуылдап жатыр және қақпашыға қарсы Финео тәртіп бұзды. Селезнев рикошет арқылы ұшып келген допты қағып алды, Таскенедей жабысып алды. Аут. 5-2. Енді Жетісуға мүлде ереже бұзуға болмайды. Кеше бірінші таймда дабл пенальти белгіленген талдықорғандықтардың қақпасына. Және Сауран Сағытжанов ол мүмкіндігін сәтті пайдаланған болатын. Бүгінде сондай жағдай қайталанып кетуі әбден ықтимал. Олег Кручининнің аяғына тиіп бұл жерде қақпашының қолынан табылған доп. Финео болса болмашы жерден 5-ші ескертуді алды. Бақтияров, Индия, кеше Дәурен Қайратұлы бұлай қақпасынан шығып ойнамаған. Бүгінде негіз Атырау Жетісуға шабуылдауға мүмкіндік беріп жатыр. Кеше бірінші таймда 80% шабуылда ойнаған Атырау болатын. Өте жоғары қарсы алды кешегі матчта. Ал бүгін Нұрғанат Бақтияров қазір бүгінгі кездесуде Атырау әзірше төмен қарсы алуды қарсыласты. Бірінші таймның міне бел ортасына келіп жетті көзді ашып жұмғанша. Кешегі ойында 10-ші минутта соғылған алғашқы гол. Нұрғанат Бақтияров автогол соғып алған қақпасына. Тоқаев, Индия, Бақтияров, қайтадан қақпашыға. Индия жақсы пас, Бақтияров және автогол. Міне қызық жағдай қадірменді көрермен. Кешегі ойында 10-ші минутта автогол соғылған. Бүгінгі матчтада міне өте қызық жағдай. Не деген сәйкестік десеңіздерші. Барлығын бастап берген Индия. Және Атырау ойыншылары өз қақпасына гол соғып алды. Бұл жерде топты шығарам деп алға қарай тебем деген Атыраудың ойыншысы. Ал Рамазан Бисенбайұлы 9-ші минутта автогол соғып алды. Өте қызық жағдай. Бүгін сценарий керісінше өрбейме көреміз. 1-0 Жетісу есеп ашты.
Катар өтіп жатқан бәйтерек Аят матчында да есеп ашылған екен. Аят командасы жеңіске жетуде 1-0. Жомарт Тоқаев. Финева сәл болмағанда қасасқа допты солай жаздады. Олег Кручинин допты мүлік әкете алған жоқ. Габриэльге. Кешегі ойында дубль автор атанған Габриэль ескертіп алды. 11-ші минутта. Кешегі ойында көрсетілген екі сары қағазда екінші таймда көрсетілген. Бүгін таймның өзінде ескерту бар. Рамазан Бейсенбайұлының соққысы сол аяқпен бағыттаған. Тура қақпашының қолына кетіп сап ете қалды. Төлеухан пасы қазір Бақтияровқа жетпеді. Финева. Бақтияров қателесті. Рамазан Бейсенбайұлы әйтсе де жетісудың 7-ші нөмірі өз қатесін жуып шайды. Бақтияров қолғатталды. Мен мұндала топ сұрақты. Төлеухан Досов бірақ оңға қарай пас бергенде мақұл болды. Нұрғанат
Индия. Жету шабуылдарын әрі қарай жалғастырады. Алекс Тейшера. Сол қапталға қарай және Төрехан Досов тоқтата алмады. Жоната Сильва Атырау командасында жаңа шабуылды бастайды. 6 минут 22 секунд қалған екен. Бірінші таймның аяқталуына 1-0. 10 минутта Рамазан Бейсенбайұлы өз қақпасына автогол соғып алған еді. Кешегі матчта Бақтияров, бүгінгі ойында Бейсенбайұлы. Бүгін енді алғашқы таймда жетісу жеңіске жетіп жатыр. Жомарт Тоқаев, Төрехан. Индия қақпашы арқылы. Және ереже бұзылды. Қақпашыны сұлатып түсірді. Бәйтерек аят кездесуінде тағы да есеп өзгерді. 0-2 есебімен Рудныйлықтар жеңіске жетіп жатыр. Ал мына жақта Талап Есениязов қарсыластың қақпашысын құлатқан сәтін бізге қайталап көрсетті. 5-4 фолдар бойынша. Жетісу 5-ші фол тіркегеннен кейін әлі бірде-бірі тереже бұзған жоқ. Өте сақ ойын көрсетуде. Жомарт Тоқаев соққы өте жақсы. Антон Селезнев қайтарды және Төрехан Досов фол жасады қазір. Олег Кручининге қарсы ереже бұзылды және дабл пенальти. Төрехан Досов сары қағазды алып отыр. Матчтағы екінші ескерту. Нұраман спорт кешеніне жиналған жанкүйерлер наразы қазір. Алматыда тұратын Талдықорғандық тұрғындар қазір дабл пенальти. Кешегі ойында да дабл пенальти болған. 15-ші минутта Сағытжанов сәтті орындаған. Атырау командасында тараз басын теңестіру үшін жақсы мүмкіндік туындады. Кеше Дәурен Қайратұлы Сағытжановтың соққысын тоса алмаған еді. Бүгін енді Индия. Мүмкін бразилиялық қақпашы бұл пенальтиді тосып алатын шығар. Сонымен Индия қайтарды. Сауран Сағытжанов бүгін гол соға алмады. Екі күнде екі қақпашыны сынап көрді Сауран Сағытжанов. Алғашқысына бірінші пенальтиді сәтті орындағанымен, екіншісі міне қақпашы Индия қайтарды. 6-4 фолдар бойынша Атырауға да абайлап ойнау қажет қазір. 5,5 минут бар. Бірінші таймның аяқталуына. Қақпаға соққы. Кручинин рикошет арқылы голкипердің қолынан табылды. Доп! Төрехан Досов жерге түсірместен тепті. Досов! Тағы да Селезнев. Селезнев жақсы ойын көрсетуде. Сильва және Индия тойтарды тағы да. Жетісудың үздігі. Бірінші таймда қазір Индия қарымта жылдам шабуылды өте жақсы ұйымдастырды. Сауран Сағытжанов тағы да қақпашыға тепкен екен. Жоната Сильва.
Досов. Тоқаев және Бақтияровқа арналған пас аутқа кетті. Олимпиад ресми қолдаумен шектеліп қалмай, елімізде футзалды белсенді дамытып, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашатын компания. Сағытжанов. Антон Селезнев. Доп бұл жерде Рамазан Бейсенбайұлынан кетті. Ал бізге Атыраудың қарымта шабуылын қайталап көрсетті. Досов. Жомарт Тоқаев. Нұрғанат Бақтияров. Бүгін тегеурінді қарсылық танытуда Жетісу. Кешегі ойынға қарағанда. Шинева. Бүгін Индия шабуылға өте жиі қосылуда. Досов. Төлехан артқа қарай. Нұрғанат Бақтияров. Және қателік. Жоқ жерден Жетісу ойыншылары қарсыласқа допты беріп қойды. Жоната Сильва. Тамаша пас. Бейсенбайұлы. Қайтадан 33-ші нөмір. Артқа қалдырды. Бейсенбайұлы алыстан шірене тартты. Қақпадан қиыс кетті. Қазір енді бірінші таймның соңына дейін Атырау есепті теңестіріп алуды көздейді. Пенальтиден жақсы мүмкіндік болған. Атырау командасына бірақ пайдалана алған жоқ. Ал мына жерде пас! Гол! 2-0 қарымта жылдам шабуылда жіберіп алды Атырау командасы. Ал Жетісу болса тамаша керемет жылдам шабуыл ұйымдастырды. Алекс Тейшейра. Атырау есепті теңестіреді деп отқанымызда. Қазір Жетісу есепті ұлғайтты. 2-0. Алекс Тейшейра 17-ші минутта көзге түсті. Барлығын бастаған Финео. Евгений Кошкин нәтижелі пастың авторы. Қақпашы Селезнев қанша тырысқанымен ештеңе істей алған жоқ. Бір ғана Рамазан Бейсенбайұлы қорғаныста қалып кеткен. Габриэль, Кручинин және Сильва алғы шепте қалып қойған. Қарымта жылдам шабуылға дайын болмай шықты Атырау қазір. 2-0. Бірден міне қазір тайм-аут алды. Атырау командасының бас бапкері Жақсылық Байсариев. Қазір енді таймның соңына қарай Атырау 5 футзалшы болып шабуылдауы әбден ықтимал. Қақпашының орнына қосалқы ойыншыны шығара отырып. Әзірше ондай іс-әрекетке бармайтын секілді Жақсылық Байсариев және Индия. Бұрыштама қазір. Талап Есениязов. Оның асырған добы ешкімге тиместен аутқа шығып кетті. Мінеки Бирожады, осымен екінші ойын қатарынан матчты трибунадан тамашалауға мәжбүр. Аятқа қарсы ойында
Бирожады қызыл қағаз алып кеткен. Сол себепті екі ойында қатты құқығынан айырылған. Эфирімізге қайтып оралдық. Сигнал жоқ болып кеткен кезде Жетісу тағы да бір гол соғып кеткен екен. Евгений Кошкин, Жетісудың 55-ші нөмірі көзге түсті. 18-ші минутта. Сөйтіп кешегі ойынға Жетісу қазір реванш алып жатыр. 3-0. Тура кешегі ойынның сценарийімен өрбуде матч. Кешегі ойында Атырау бірінші таймнан кейін 3-0 есебімен жеңіп жатқан болатын. Бүгін барлығы керісінше. Және автоголды да біз атап өтуіміз керек, және дабл пенальти. Кешегі дабл пенальтиді Атырау сәтті орындаған. Бүгін қақпашы Индио тосып алды. 1,5 минут уақыт қалды бірінші таймның аяқталуына. Атырау 5 футзалшы болып шабуылдайды. Оң қанатқа пас. Кручинин. Талап Есениязов. Қайтадан Алек. Артық шепте бір өзі қалған, және қосымша футзалшының міндетін бұл жерде атқаратын Жонатан Сильва. Кручинин. Жақсылық Байсареев абанкке барып отыр. Талап Есениязов. Айбалағына пас. Сауран Сағытжанов. Допты жеткізіп беруге тырысқан. Кручинин. Алек Кручинин. Алек, тамаша пас. Оң қаптал. Талап Есениязов тоқтатты. Жонатан Сильваның берген добын. Сол қанат Габриэль. Барлық аймақты жауып тастаған Жетісу. Қалай шабуылдаса да соққы жасау мүмкін болмай жатыр. Есениязов тамаша құйтырқы пас. Индио тосып алды. Соққы қақпаға. Сол аяқпен Талап Есениязов көп күттірмей өзі тәуекелге барды. Алыстан соққы, қақпа бос, және тамаша жанкешті ойын Алек Кручининнің тарапынан. Осылайша бірінші тайм аяқталды. Рамазан Бейсенбайұлы 10-ші минутта автогол соғып алды. Алекс Тейшера 17, Евгений Кошкин 18-ші минутта. Жетісу командасы 3-0 есебімен жеңіске жетуде. Қонақтар сапында Габриэль сары қағаз алды. Алаң иелері сапында Төрехан Досов ескерту қағазына ілінді. Сауран Сағытжанов дабл пенальти соға алмады. Осылайша бірінші таймды қорытындыладық. Алда бізде екінші тайм. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Итак, уважаемые любители зала, второй тайм матча, повторного матча чемпионата шикарных команд, в котором встречаются команды ЖТФ Курган и из одноименного города Атырау. Напомню, что первый тайм закончился счетом 3-0 в пользу ЖТФ. Футзалдан Қазақстан чемпионаты 18-ші тур. Бұл Нұраман спорт кешені Алматы қаласында орналасқан Жетісу Атырау арасында кездесу өтіп жатыр. Және бірінші таймнан кейін есеп 3-0. Паркет иелері айқын басымдылықпен жеңіске жетуде. Рамазан Бейсенбайұлы автогол соғып алды 10-ші минутта. Және Алекс Тейшера 17-ші минутта. Араға 1 минут салып Евгений Кошкин 18-ші минутта гол соқты. 3-0 есебімен Жетісу жеңіске жетіп жатыр. Бүгінгі ойынның бас төрешілерін естеріңізге сала кетейік. Айдын Көбейқұлов, екінші төреші Еркебұлан Жақсылықов, үшінші төреші Павел Валяев. Матчтың тайп-кипері Эйнадин Ыдырысов, Константин Фриденталь матчтың комиссары, қадірменді көрермен. Тура кешегі ойынның сценарийі айнақ қатесіз бүгін қайталанып жатыр. Кеше бірақ енді Атырау жеңіске жеткен. Бірінші таймнан кейін 3-0 есебімен және бірінші гол автогол болды. Нұрғанат Бақтияров 10-ші минутта. Сондай-ақ дабл пенальти белгіленді. Оны Сауран Сағытжанов сәтті орындады. Ал бүгінгі ойында да дабл пенальти 15-ші минутта белгіленген. Жетісудан қақпасына бірақ қақпашы Индио тосып алды. Кешегі ойында Атырау жеңіспен аяқтады бірінші таймды 3-0, бүгінгі ойында Жетісу. Тура кешегі матчтың сценарийі, бірақ командалар ғана өзгерген. Матч 5-1 есебімен Жетісудың пайдасына аяқталса, онда өте қызық болайын деп тұр негізі. Олег Кручинин, оған қарсы Жомарт Тоқаев, шабылда Бақтияров, Нұрғанат аяқтың сыртымен тепті, Селезнев қайтарды. Атыраудың алғашқы бестігінде Селезнев, Денисбек Амандығұлы 6-шы, Рамазан Бейсенбайұлы 9, Наурызбек Амандығов 11, Олег Кручинин 29. Индио қазір соққы қақпадан қиыс кетті. Индио 27, Жетісуда Нұрғанат Бақтияров 7, Жомарт Тоқаев 18, Төрехан Досов 20, Финеева 87. Жомарт Тоқаев. Жомарт. Артқа пас. Футбол арнасында бұл ойынды жүргізіп жатқан комментатор Расыл Ғамзатұлы. Нұрғанат. Қазір қақпашымен бетпе-бет келуге шақ қалды. Жомарт Тоқаев. Индио. Тоқаев қайтадан. Жомарт ортаға ойысты. Қақпаға тепті. Одан кейін Селезнев сол аяғымен хоккей таяғын қосқандай аяғын тосып қалды қазір. Одан кейін өз мүмкіндігін қарастырған Денисбек Амандығұлы. Қырғыз легионері 1999 жылы 12 қыркүйекте дүниеге келген. Денисбек Амандығұлы 15 ойынға қатысқан, биылғы чемпионатта 7 гол соққан. Қазір бұрыштама добын орындайтын Атырау командасы. Тамаша пас, Кручинин. Қандай ауыр соққы.
қақпаға тура ұшқанда Индия үшін біраз қиындық тудыртатын еді. Абырой болғанда қақпадан қиыс және биік ұшты. Бәйтерек аят кездесу қатар өтіп жатыр. Дәл осы матчпен бірге ойында есеп 0-3. Қонақтар жеңіске жетуде. Біздің ойында алаң иелері алды. Ордабасы Семей арасындағы матчта басталды қазір. Және Астана Қайрат. Бүгінгі күндегі соңғы ойын 19:30-да Каспий және Тұлпар арасында өтетін болады. Бұл турға Ақтөбе қатысып жатқан жоқ. Келесі тур матчтары 24-25 қаңтарға жоспарланған. Тоқаев. Индия. Солға пас. Алекс Тейшейра. Алекс Тейшейра маусымдағы 6-шы голын соқты. Ал 3-ші голды соққан Евгений Кошкин биылғы чемпионаттағы 1-ші голын соқты. 55-ші нөмірлі ардагер тәжірибесі тоғысқан футболшылардың бірі Кошкин 1992 жылы 2-ші қаңтарда дүниеге келген. Қазір жасы 33-те. Бақтияров. Рамазан Бейсенбайұлы сараға алды. Атырау сапында Рамазан Бейсенбайұлы гол соқты. Габриэль сарыға алды. Атырау командасында бұл 97-ші нөмірлі футзалшының қазір Габриэльдің маусымдағы 3-ші сары қағазы. Қарымта шабуылда Атырау. Тамаша пас ортаға. Сильва және допты қақпаға бұрып жіберген Талап Есениязов болатын. Индия өзі жылдам қарымта шабуылға шықты. Өте жақсы шабуыл ұйымдастырды. Жетісу сапында бірінші таймның 15-ші минутында сарыға алған Төрехан Досов болатын. Төрехан Досовтың бұл маусымдағы 3-ші ескертуі. Қазақстанның футзал қауымдастығы футзалдан Қазақстан чемпионатының титулдық демеушісі Олимпет компаниясына алғысын білдіреді. Екінші таймның міне 5-ші минуты. Топ Жетісуда. Индия. Оңға пас. Жомарт Тоқаев. Тоқаев қайтадан допты иелігіне алды. Артқа қайтарып берді. Өте белсенді өткізуде Жомарт Тоқаев бүгінгі матчта. Бирожады. Бүгін Жетісу матчты осылай жеңіспен аяқтайтын болса, чемпионаттағы 9-ші жеңісіне қол жеткізеді. 30 ұпай жинап Семеймен теңеседі, бірақ Семей өз ойынын енді ғана өткізуде. Ал Атырау жеңіліске ұшырайтын болса, маусымдағы 6-шы жеңілісі болып тіркеледі. Және қазір ереже бұзылды. Дастан Мырзахметов команданың капитаны бүгін. Аут.
Рамазан Бейсенбайұлы сәл болмағанда Алекс Тейшераның аяғына тиіп қазір доп қақпаға кете жаздады. Бірақ абырой болғанда қиыс ұшты. Бұрыштама доба Атырау командасында. Кеше екінші таймдағы голдарға келетін болсақ, Габриэль 25-ші минутта соққан. Яғни екінші таймның 5-ші минутында. Одан кейін 33-ші минутта гол тіркелді. Ал автоголды Габриэль 35-ші минутта өз қақпасына енгізіп алған еді. Және Тоқаев! Кеше кездесуде де осындай бірнеше мүмкіндігі болды. Жетісудың 18-ші нөмірінде. Қақпа маңдайшасына тигенде сәтті көрдік кешегі ойында. Барлығын дұрыс істеді. Бұл жерде Селезневтің шеберлігі командасын голдан аман алып қалды. Ал қазір Жомарт Тоқаев жақсы тартып алған допты, бірақ фейрплей әдісі бойынша допты сыртқа шығарып жіберді. Рамазан Бейсенбайұлы ауырсынып қазір паркетте жатыр. Және дәрігердің көмегіне мұқтаж екен бұл жерде Атыраудың 9-ші нөмірі. Кішігірім үзіліс және жанкүйерлердің тарапынан да наразылықтарды естідік міне. Рамазан Бейсенбайұлына қазір паркет жегінде көмек көрсетіледі. Оны алмастырды бапкер. Доп Жетісуда. Дастан Мырзахметов Индиоға қайтарып берді. Шабуылға етене араласып жүр бүгінгі матчта Жетісудың голкипері Дастан Мырзахметов. Ойлаған іске аспады өкінішке қарай. Енді Атырау футзалшылары мүмкіндік қарастырып көреді. Мырзахметов, Индио. Алекс жақсы өтті, бірақ пасы жетпеді. Жылдам қарымта шабуылға Атырау кетті. Тамаша Кручинин. Тағда қиыс ұшқан соққыны көріп отырмыз. Екеулеп жүріп жылдам қарымта шабуыл ұйымдастырды Атырау. Бірақ жолдары болмады. Тағда кішігірім үзіліс. Астана Қайрат кездесуінде есеп ашылды. 6-ші минутта Қайрат 0-1 есебімен жеңіске жетуде. Досов. Габриэль. Жонатан Сильва және Нұрғанат Бақтияров ережені бұзды. Және сары қағаз көрсетілді Жетісудың 7-ші нөміріне. Бұл Нұрғанат Бақтияровтың 18-ші кездесуіндегі 2-ші сары қағазы. Өте қауіп стандарт қазір Атырау командасында. Бірінші таймда Сауран Сағытжанов дабл пенальтиді орындай алмаған болатын. Қазір нүктеде Олег Кручинин және жақын маңда тұрған Жонатан Сильва. Сонымен Кручинин өзі тепті. Индио тосып алды.
Жылдам қарымта шабуылда жетісу. Қақпашы Антон Селезнев бірінші жетті. Қақпа бос қалды. Пас! Және гол! Есеп 4-0. Жылдам қарымта шабуылда. Атырау командасы тағы да өткізіп алды қазір өкінішке қарай. Алекс Тейшера бүгінгі ойында қос голдың авторы атанды. 4-0. Алекс Тейшераның маусымдағы 7-ші голы. Антон Селезневтің өрескелі қателігі. Бұл жерде бірден Төрехан Досов ашық тұрған, бірақ пас бергенді құп көрмеді. Алекс Тейшера сөйтіп 27-ші минутта есепті 4-0-ге жеткізді. Нұрғанат Бақтияров. Бақтияров топты сақтап қалды. Өкшемен пас қапталға. Ортада Финео, қақпа бос. Талап Есениязов. Атырау командасы 5-ші футзалшыны іске қосып үлгерген екен. Жетісудың бүгінгі қарқыны өте жоғары. Тура кешегі Атыраудың ойынын бүгін өзіне көрсетуде. Атырау болса бүгін өте бейжай қимылдап жатыр. Талап Есениязов. Қақпа бос. Қайтадан Есениязов. Сауран жылдам шабуылға кетті. Тағы да Досов. Төрехан Досов допты сыртқа жіберіп алды. Екінші тайм ендіған ортасына жетейін деді, ал Жақсылық Байсарев болса Лабанкке қазірден бастап бара бастады. Бір футболшыға артық шабуылдайды. Әрине алаңдағы жүрген футболшылар, әйтсе де қақпасы бос қалды. Бисенбайұлы сол қанатқа пас. Крученин, Сильва. Қайтадан 29 нөмір Габриэль. Кешегі ойында қос гол соққан Габриэль бүгін әзірше көріне алмай жүр. Сары қағаз алған бірінші таймында. Бейсенбайұлы бағанағы жарақаты аса бір қауіпті емес екен. Қайтадан шықты паркетке. Габриэль сол қапталда менің долап топ сұрап тұр жалғыз өзі. Крученин, Джонатан Сильва. Жетісу өте сауатты қорғанып жатыр. Габриэль, Рамазан Бейсенбайұлының пасы өтпеді. Төрехан Досов қарсыластың жолын кесті. Сильва, Крученин, Солғаптау. Барлық аймақты жауып тастаған Жетісу. Және дер кезінде жауып үлгеруде. Крученин енді қазір мүмкіндік пайда бола бастағандай. Рамазан Бейсенбайұлы қайтарды ортаға, соққы қақпаға. Бұғатталды Жетісу тарапынан. Сонымен Кручениннің соққысы қайтарды. Енді Талап Есениязов жаңа жорыққа шықты. Сол қапталға тамаша пас жетті. Сильва. Сильваның добын өткізген жоқ Евгений Кошкин. Кошкин 18 минутта гол соққан. Және соққы Индиоға қарсы фол және сары қағаз. Джонатан Сильва
31-минутта ескертіп алды. Сары қағаздар бойынша қазір 2-2. Төрехан Дозов және Нұрғанат Бақтияров жетісу сапында, Атырау сапында Габриэль және Джонатан Сильвалар жазаланды. Фолдар 2-1 екінші таймда. Жомарт Тоқаев көкірегімен бұл жолы. Антон Селезнев. Өкшемен жақсы, бірақ бірінші болып Габриэль жетті. Финео бүгін көп ойнаған жоқ. Қақпашын алмастырды. Қазір Габриэль кеше осылай жүріп опық жеп қалған болатын. Автогол осындай мәнерде салынған кешегі матчта. Сильваның пасы, Бейсенбайұлы. Алыстан соққы, қақпадан қиыс ұшты. Және бірден соққы бағыттатпау үшін қазір сары қағаз. Болмашы жерден Атыраудың ойыншысы жазаланды. Бұл Қайыржан Қаршығаев. Индио бірден соққы бағыттамас үшін сондай қадамға барды Қаршығаев. Атыраудың 7-ші нөмірінің маусымдағы 3-ші ескертуі. Ал оның алдында жазаланған Джонатан Сильва 2-ші ескерту қағазын алды. Биылғы маусымдағы Кручинин, Бейсенбайұлы. Артқа. Жоқ жерден қателік жібере жаздады. Қуып жетті допқа қазір Кручинин. Нұрғанат Бақтияров прессингке барып отыр. Денисбек, Рамазан уақыт сырғып өтіп жатыр. Сол қапталға қарай пас. Габриэль. Және соққы қақпаға Кручинин тарапынан орын алды. Алға қарай. Нұрғанаттың тарапына асырылған доп болды, бірақ Кручинин баспен шығарып тастады. Тоқаев Төрехан Досовқа қайтарды. Ереже бұзылмаған екен. Қазір Денисбек. Досов, Төрехан жақсы өтті. Соққы. Жақын бұрышқа қиыс кетті. Жылдам шабылды Атырау. Кручинин. Олегтің алдын орақ кетті. Финео допқа талас. Енді жетісудың кезегі. Төрехан Досов жалғыз өзі жүр. Көмекке келетін ешкім жоқ. Енді Атырау қайтадан жорыққа көшеді. Талап Есениязов. Қайтадан капитан. Артқа Кручинин. Джонатан Сильва. 5-ші футзалшының міндетінде допты алды. Қазір Индио қақпасынан шығып кеткен. Ортаға бірақ түйіндей алмады.
karena lakukan musuh mereka berusaha menghasilkan sama mereka buat sejauh yang wilayah aku dia mereka